елге қызмет етудің озық үлгісін көрсеткен, азаттық жолында құрбан болған алаш қайраткерлерінің есімін ұлықтау ұрпақ үшін маңызды. Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледж студенттері тарихтағы ақтаңдақтар туралы тың деректер бар екенін айтады. Оны 17 наурыз тарихқа тағзым күніне орайластырып, оқырман назарына ұсынғанды жөн көрдік. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласында әрбір жұрт тарихтан өзінше тағылым алады. Өткен 20 ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы зобалаңды ғұлмат ғасыр болды. Наурыз мейрамының тәрбиелік мәні еліміздегі ынтымақ пен бірліктің, ұлттық салт санамыздың, мұсылман татулықтың, тәуелсіздігімізді баянды етуге тигізер пайдасы мен әсері өте маңызды. Расында Алашорда мүшелерінің саяси, қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық бағыттағы қызметтерін зерттеу тарихшыларға жауапкершілік жүктейді. Алаш десе көпшілікке тек Алашорда үкіметінің көсемдері Әлихан Бөкейханов, Халел Досмағамбетов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов секілді тұлғалардың есімдері ғана белгілі. Шын мәнінде тәуелсіздік жолында тынымсыз еңбек еткендердің қатары өте көп.